Jamgırga juğungan Özgön Munarası bugün Gezekdegi konukların kütüydü. Bul konuklar dünyanın 30 ülkesinden gelgen sıyluu meymandarыбыз. Özgön Jergesine hoş geldinizler. Bu bir toy işçiler bütün gelipsizler. Men oylagandan köp mamlakatten gelipsizler konuklar. Özgön Jergesini görüp, bizim bu kılımlardan beri keletken tariximiz bilen tanışıp, başka da жақсы sizler göre turgan, görüp bir kızıga turgan jaylarыбыз көп эми. Вакытыңыздар болушунда жақсы конок болуп кетиңиздер. Биз сыймыктануудабыз сиздердин келишиңиздер менен. Бул достугубуз, жакшы мамилебиз мындан ары да улана берсин. Элибизде, мамлекетибизде тынччылык болсун. Бизден сиздерге дагы барып, ушундай бир коноктор болуп, ошол эпосторду жаңылап, ошолорду бир жаңыртып, дүйнөгө таркатып, элге тааныштыра турган бир шарттар түзүлсүн. Барыңыздарга биз ыраазычылык билдиребиз, сыймыктанып атабыз, сүйүнүп атабыз. Жакшы конок болуп кетиңиздер. Рахмет. Hoş geldinizler. En жақсы нерсе аман болуңуздар, жақсы танышып кетиңиздер. Самое важное, что надо быть здоровым, не болеть и открытой дороги вам. Эпос деген бул бардык элдердин тарыхы. Эпос — это история всех народов. Ошон үчүн биздин башыбызды бириктирген ушул эпостарыбыз эч качан өчпөсүн. И эпос, который связывает всех нас, пусть никогда не умирает или не угасает. Не угасает. Пусть не угасает. Бардыгыбыздын тарыхыбыз бир, тамырыбыз бир. История, у нас общие корни. Ошон үчүн биз бул жерде сиздики биздики деген нерсе жок. Бул жердеги тарыхтагы сиздердин ата-бабаңыздар чогуу түзгөн тарых. И история, которая здесь находится, это общая история наших предков. Куш келипсиздер. Азыр эгер бир 3 топко бөлүнсөк, бул жерде экскурсовод кыздарыбыз турат, тааныштырсын. Надо разделить на 3 группы, есть экскурсоводы. Сизге рахмет. Ошол жерде
30 мемлекеттің үлкен ғалымдары келіп отыр. Көріп тұрған ғалымдардың бәрі өте үлкен ғалымдар. Сондықтан сіздердің тарихи ескерткіштеріңіз, тарихи дүниелеріңіз бұл бүкіл түрік дүниесінің ескерткіші. Мысалы, мына тұрған Тоқмақтағы бұранамен барлығы бір архитектор салғаны көріп тұр қазір. Сондықтан сіздер де бізге осылай декатты бір беріп бізде қазақта бір жақсы өлең бар. Басыма кидім ақ қалпақ, оюлап жетті сылдырған. Сенің де бетің жап-жалпақ, менің де бетің жап-жалпақ, айырмақтай сондықтан осы тұрғанда түрік халықтарының барлығымыз мына якуттардан келіп, хақастан келіп. Бәрінің беті жалпақ дейсіз ғой. Анау бүкіл жерде Америкадан, Швециядан, осында үлкен анау Ленинградтың, Москваның үлкен ғалымдары келіпті, Москваның бүкіл институттың үлкен ғалымы келіпті. Новосибирдің біраз халқының үлкен ғалымы келіпті. Яғни осында біз шында да 3 күннің ішінде бұл Қырғызстанның тарихы мен Қырғызстанның епсен Манасты баяғыдан білеміз ғой. Манасты білмейтін адам жоқ. Сондықтан сіздерге үлкен рахмат.